Бүгінгі бағдарламада Алматы қаласы Жетісу ауданы Вольная 6А мекенжайы бойынша орналасқан номер 3 жалпы білім беретін мектеп жайында айтпақпыз. Сіздермен Мектеп Ньюс. Бүгін біздің мектебімізде әз Наурыз өтуде. Наурыз айы әрине өзінің жылулығымен, өзінің күнінің осындай ашық сәттілігімен келетін мереке. Наурыз мерекесін 20 наурыздан бастап сәуірдің 20-сына дейін қазақ халқы әр үйге наурыз көжеге шақырған. Сонымен бірге наурыз айында қыз ұзатып, сырға салып, келін түсіріп, баланы бесікке салып, және тұсау кесер дәстүрлерін өткізген. Себебі бұл айды мұсылман елдерінің барлығы жаңа келген жаңа жылмен, жердің жылуымен, жаңа малдың төлімен, жаңа атып келе жатқан ағаштардың өркендерімен, табиғатпен адамзатты кіріктірген. Біздің мектебіміздегі өтіп атқан іс-шараға тек қана жалпы білім беретін біздің мектеп қана емес, нөмірі 2 жалпы білім беретін мектеп және нөмірі 143 лицей атсалысты. Осы мектептердегі театрланған көріністер және әнмен, бимен өрнектелген өздерінің шашуларымен ала келді. Былтырғы оқу жылынан бастап біздің мектепте Жетісу жаңғырығы атты театр ашылған. Осы театрдың биылғы наурызбен тұспа-тұс 1 жылдығын атап өтудеміз. Бүгінгі аталып өткен әз Наурыз театрланған оқушылармен және мұғалімдер арасындағы салт дәстүрдің көрінісін көрсетті. Салт дәстүрді дәріптеу әрине әр халықтың өзінің мақсаты деп ойлар едім. Бүгінгі біздің мақсатымыз қазақ халқының салт дәстүрін насихаттау, сонымен бірге ырыммен бірге әрине тәрбие, оның арт жағында балаға деген насихат рух жатқанын аңғаруға болады. Салт дәстүрмен бірге келген бүгінгі ән шашуда әрбір Қыдыр атамыздың, қазақ халқының киелі аңызы Қыдыр атамыз шеруді бастап, сол шерудің артында өзіміздің мектебіміздің оқушылары ұлттық киіммен және жарапазан әнімен ең көріністің сахнасын ашты. Қыдыр атамыз өзінің батасын беріп, ол батадан кейін біздің мектебіміздің оқушыларының ұйымдастырған концерттік билерін, әндерін дәріптеп келе, арғы жағы сахналық көрініске ұласты. Тек қана оқушылар ғана емес, біздің ата-аналарымыз, соның ішінде 8 А сынып ата-аналары өте жақсы ат салысты. Сонымен бірге тек қана біздің салт дәстүрімізбен бір қатар біздің оқушыларымыздың ұлттық ойындары, ұлы дала ойындарында насихаттадық. Күмбірлеген домбыраның үнімен бірге асық ату, арқан тарту және бес асық, осындай ұлттық 9 құмалақ ойындарының барлығын көрсетіп, бұл оқушыларға әрине алдағы уақытта әр орындарына қарай өздерінің мадақтамаларын алады. Қарап отырсаңыздар, тек қана театр көріністері емес, бұл жерде спорттық ойын түрлеріне біздің мектебіміздің дене тәрбиесі мұғалімдері және орта буын, жоғарғы буын, бастауыш мұғалімдерінің барлығы атсалысты. Наурыз ол өте ерекше, өте қызық мейрамы. Біздің мектепте наурызды өте жақсы тойлады. Наурызда ұлттық ойындар ойнайды, 5 асық, 9 құмалақ. Біздің мектепте наурыз өте ерекше тойлады. Бүгін біз жыл сайын наурызды тойлап, наурыз ол өте қымбат, өте қызық мейрамы. Біздің мектепте жыл сайын наурызды тойлайды. Наурызда біз 5 асық ойнаймыз,
тоғызқұмалақ ойнаймыз, тағы билейміз, ән айтамыз, наурыз көже ішеміз, бауырсақ дайындаймыз. Бүгінгі наурыз мейрамында балалар салт дәстүрге байланысты әндерімен, күйлерімен, жырларымен халықты тәнті етті. Сондай-ақ салт дәстүрімізге байланысты әндерді де шырқай өтті. Біздің дәстүріміздегі әндерді айта отырып, біздің балаларымыз өзіміздің салт дәстүрімізді құрметтеуге, ғұрпымызды білуге, және ар шетінде жатқан бабаларымыздың тарихын білуге машықтанады. Және естерінен кетпейді. Біздің ары қарайғы жалғастырушымыз жастар. Сол жастар бүгінгі салт дәстүрді білсе, ары қарай да өзінің жолын табады деген сенімдемін. Адал азамат бір тұстас тәрбие саласында бізде осындай тәрбиелік мәні бар, өте көп іс мәдени шараларды өткізіп жатырмыз. Бүгін бізде 15 сәуір күні мереке өтті, наурыз мерекесі. Көптен күткен мереке, әр жыл сайын тойлаймыз. Негізі өзім жас маман болып келем, осы мектепке осы қыркүйектен бастап жұмысқа кірдім. Мектеп жақсы, оқушылары ұйымшыл. Енді наурыз туралы айта кетсем, бұрыннан бері енді дайындалып келе жатырық, концерт қойдық. Ең бастысы осы жақсы өтті, бәрі ойдағыдай өтті. Ең бастысы бәрі қуанышты, бәрі жақсы көңіл күйде, көтеріңкі көңіл күйде өтті. Оқушыларымызды көрдіңіздер, бәрі талантты, домбырашылар, күйшілер, батырларымызды көрдіңіздер, бәрі жақсы ойнап, күліп жүрді енді әйтеуір. Сегодня на территории нашей школы прошел огромный праздник, посвященный нашему любимому, красивейшему празднику Наурыз. Были представлены различные обычаи казахского народа. Детки пели, танцевали. Настолько было все эмоционально представлено. Праздник всем очень-очень понравился. Номер 3 жалпы білім беретін мектепте бүгін наурыз мерекесі аталып өтілді. Өте жоғары деңгейде. Бүгін бастауыш әдіс бірлестігі жаңа жыл наурыз мерекемізде бесік той, бесікке салу және тұсаукесер тойын көрсеттік. Өте жоғары деңгейде көрсетілді деп ойлаймын. Жаңа жылымыз құтты болсын, жаңа жылда жаңа табысқа жете берейік. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын.